Кеш жарық эфирде бірінші, біз бастаймыз. Ол сен тоқалың бар ма? Тоқал. Тоқал? Жоқ, тоқал жоқ мен. Коране, если ты обеспечиваешь поровну всех жен, всех детей, то тогда да. Тоқал деген кім өзі? Сырт жақтағы махаббат деп ойлаймын да. Кешіріңіз, мен мұндай сұраққа дайын емес едім. Тоқал тоқтамас, тоқал байын жоқтамас деген бар қазақ. Сіз айтыңызшы, тоқал деген ұғымды қалай түсінесіз? Кейде қинап алған, кейде зорлап алған екінші әйел. Сізде қанша? Тоқал деп, жаман айттым. Уәде беріп жатыр, алла жаса тоқал болып қойды. Алып берем. Қалай қарайсыз? Иә, жоқ. 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 Ол тоқал деген ұғымға мен қарсы. Қалай ойлайсың, Қазақстанда әйелдерге көп тиюге рұқсат берсе не болады? Не дейді? Енді, кому как, понимаешь? Қанша күйеуіңіз бар сіздің? Алла нәсіп еткен біреуі бар. Ондай рұқсат бермейді, ондай кезде өлім көп болады ғой онда. Онда қырғын болады ғой. Рұқсат беріп жатса, өкімет тарапынан осы қыз-келіншектер қанша күйеуге мүмкіндік болады, сонша күйеуге тиіңіздер деп рұқсат беріп жатса, қалай қарайсыз? Сондай. Әйелдер ол енді ерсі көрінеді. Оны енді үкімет шеше жатар. Әйелімен иттей ырылдасқан кездер болады ма? Енді семья болғаннан кейін саяқ сылдырламай тұрмайды. Құдай өзі сақтасын. Біздің өзің қазақ әйелдері өзі сондайға ыңғайлы ғой өзі. Біз кішікше. Шәу деп қалады, бұтасы кезде. Көңіл толмай қалуы мүмкін. Кейде артықтап кетіп қалуы мүмкін. Дауыс көтеріп, бір-бірлеріңізге ренжіп жататын жағдайлар болады ма? Болады, иә. Қазір жаңа жылдың алдында маған мынандай көйлек, маған мынаны алып бер, анын алып бер. Итше емес, енді адамша ренжіп қалатын кездер болады. Жоқ, ырылдаспаймыз. Біз жай ғана кішкене қабағы бите бастағанда мен қоям болды. Әйелі біледі ма, қанша табыс табатындығында? Әрине әйел біледі. Үйде ақшаны кім ұстайды? Үйде ақшаны мен ұстаймын. Қанша ақша табатынды білесің ба? Жоқ, білмейсің. Санамайсың. Қалтаңызда қанша ақша бар? Қалтамда ақша ұстамайды. Неге? Сол. Үйде ақшаны кім ұстайды? Бізде ешкім ұстамайды. Үйде ақшаны ұлты ұстайды. Үйде ақшаны отаға ұстайды. Ақша ортақ. Әншілер неге билемейді? Сіз неге билемейсіз? Мен енді Абылайханды айтып тұрып, секіріп тұрғаным дұрыс емес. Енді мен билей алмасам, мен өтірік айтып Неге билей алмайсыз? Билей алмаймын. Тойға барғанда қалай билейсіз? Көрсете аласыз ба? Қазір ма? Иә. Жоқ. Көрсетпеймін. Сіз неге билемейсіз? Мен енді негізінде кішкентай кезімнен үйренбеген ғой. Мен билесең күйеуім қызғанады ма? Қызғанбайды. Неге билемейсіздер сіздер? Шынымды айтсақ, ұяң болып өскенбіз.